Ілу салу қазақтың ұлттық жол жоралғысы. Бір нәрсені затты сый ретінде беру үйдің қабырғасына іліп қоюдан шыққан салт. Дәстүрлі қазақ қоғамында жаңадан отау тігілгенде жаңа үйге келген туысқандар, құда жекжаттар өздерімен бірге басқа жосын жоралғымен бірге ілу әкелген. Жаңа түскен келінді сол елдің туған туысы, ағайынмен көршілері үйлеріне шақырып, есік көрсету рәсімін жасап қонақ ететін болған. Кей жерлерде отқа шақыру деп те аталып жүр. Бұл жас келіннің еліне сіңіп, күйеуінің жақындарымен танысу салты. Үйіне шақырған адам да жаңа түскен жас келін келген елінің туыстарын, жақындарын тани жүрсін, үйімізге келіп жүрсін деген ниетпен шақырады. Жас келінді үйіне қонаққа шақырып, дастарханын жайған адамға міндетті түрде ілу апару керек. Ілу дегеніміз мата, көйлек, көншек, немесе жағдайы жетіп жатса, кілемше, тағынатын бағалы әшекей бұйымдарды ала барады. Әрине, мұның барлығын ұйымдастыратын, қонаққа барған үйіне ілу апару ененің міндетіне кіреді. Жас келін қонақ болып барған үйіне сәлем беріп кіргеннен кейін апарған затын босағаға іліп кететін болған. Содан шыққан сөз болса керек ілу деген сөз. Ал қазірде бұл ғұрып сақталған. Бірақ апарған затын босаға іліп кетпей, үй иесінің қолына ұстатып, келінді таныстырып, бұл қайнағаңның абысының үйі деген секілді бір жағынан үймен де таныстырып өтеді. Келін өзінің еркін сезіну үшін жасалатын ғұрып болып саналады. Бір жағынан бетасар рәсімі өтіп, ағайын туыс үйлеріне тарқаған соң, тек өз отбасы мүшелерімен бірге қалатын келіннің күйеуінің жақын жуықтарымен, туыстарымен танысып үлгермейтіні бар. Сондықтан өзге жерге келін болып келген соң тезірек ағайынмен араласып кетсін деген ниетпен туындаған. Келін туыстарының үйінде болса да келген қонақтарына шай құйып, иіліп сәлем беріп, дастархандағы көп адамның шынысын ауыстырмай шай құяды. Осы арқылы оның мұқияттылығы сыналады. Бұл да жас келін білуге тиісті ежелгі салттың бірі. Келін түскен үйіне түрлі көйлек көншектерді іліп қоятын болған. Оны көрші көлең жақын туыстары алып кетеді. Бұл салт қазақта туған туыстың байланысын қоюлатуға қызмет еткен. Бірақ қазірде бұл салт біршама өзгергенмен мағынасын жоғалтқан жоқ. Жас келіннің өзімен бірге ала келген киім кешегінен қайын сіңлілеріне бір-бірден үлестіреді. Сондай-ақ ілуді тек қана жаңа түскен келін ана емес, қайын жұртына алғаш қонақ болып барған күйеу жігітте ала барады. Қазіргі күнде бұл салт сәл өзгеріп, құдалықта орындалып жүр. Алайда қыз берген жақтың құдалыққа келгенде құдаларына ілу салу шарт емес. Кейде осындай білместіктен де екі жақтың сыйластығына салқындық түсіп жатады. Ал күйеу жақ келін алған құдалар міндетті түрде қыздың төркініне ілу апару керек. Ол көбінесе қазіргі уақытта кілем болып табылады. Мінекей осындай ілу салтын біліп жүрейік ағайын.